әрине құн салығы көтерілген ол оңай болмайды. Құн салығы ол жаңа межеленген үлкен жаңа қаржы табатын ұйымдарға қойылғанмен ол жерде жұмыс істейтін қарапайым халық. Сондықтан құн салығы көтерілген сайын қарапайым халықтың жағдайы қиындап кетуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселені біз әлі қараудамыз. Жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр, толық шешім болған жоқ. Заң бойынша, салық кодексі бойынша менің ойымша осындай жағдай болып қалуы да мүмкін. Себебі әлі талқылау басталған жоқ. Көре тұрайық, немен келетіндей. Бірақ менің бұл жерде ойым былай болып қалмаса екен. Анау қазақта айтады ғой, түйе сұра деп. Мүмкін олар түйе сұрап, сосын одан кейін бір кішірейткен бір неге салыққа көніп, осы жерде бір біз мәмілеге келеміз деп сенемін. Бірақ бұл бізге қауіп төндіреді. Мен мысалы үшін қауіптенемін. Егер 20% болса, ертең біз мына шағын және орта бизнесімізді құртып алмаймыз. Және ғана тәйтелеп тұрып, аяғына тұрып келе жатқан өз және ғана біз конкуренттік болып, бәсекеге қабілетті болып келе жатқан мынау шағын және орта бизнесіміз ертең көлеңкелеп кетіп қалуы мүмкін. Енді сіздер түсінсеңіздерші, бұл бюджеттік саясат дейді ғой. Немізді кірісімізді көтереміз. Бірақ енді бүгінгі таңда мен қазір оған бір ашық айта алмаймын. Өйткені мен де сіздер сияқты кеше бірінші рет естідім оны. Ол былтыр тағы да ол мәселе көтерілген. Бірақ Жұманғарин мырза айтып отыр, ол алдындағы жоба мен бұл жоба екеуі екі түрлі. Өйткені мына жерде мына құнды көтергенмен басқа жақтан біз жеңілдік көрсетеміз деп отыр. Сондықтан мен әлі толық есептеуім керек.